Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен тағы мен Айгүл. Мен осы 4-5 айдың ішінде YouTube-тан алыстап кеттім. Оның себебі де өзім кішкене жалқаулық болды. Қыс айындағы сондай бір күн сәулесінің жетіспегендігін білмеймін, әйтеуір сондай бір жалқаулық болды. Сонымен жап-жақсы жүргізіп келе жатырған YouTube каналымды былай айтқанда тастап қойдым. Енді қазір жаз басталды, күннің сәулесі төгіліп тұр. Сол күн сәулесінен мотивация алып, қайтадан осы YouTube-ты қолға алуға шешім қабылдадым. Енді бүгінгі видеомда мен осы армандар жазу жөнінде сіздерге өзімнің көрген нәтижелеріммен, тәжірибелермен бөліскім келеді. Өйткені мен 2018 жылдан бері осы армандар жазуды оқып келемін, әлі де оқып жатырмын. Әлі де білгенімнен білмейтінім әлі көп менің. Сондықтан да әлі оқу үстіндемін, білім алу үстіндемін, курстар, сабақтар қолдан келгенше жасым қазір 40-қа келді. Сонда да әлі білім алуды жалғастырып жатырмын десем болады. Негізі осы жазуды, армандауды ең алғаш мен осы 2018 жылы жаз айында Құралай ханым және Айнұр Тұрсынбаева ең алғаш осы екі кісіні біздің қазақ психологиясында біліп танып бастадым. Менімен бірге бүкіл қазақ қыздар сол кезде танып бастады деп ойлаймын. Өйткені одан алдын біз бұл психология дегенге онша қатты мән берген жоқпыз. Енді батыс өлкелерінде бар ғой неше түрлі жетістікке жеткен психологтар, бірақ біздің Қазақстанда сол психологияны қазақ тіліне, біздің қазақ менталитетімізге әдемілеп әкеліп, бізге соны дайын етіп берген осы Айнұр Тұрсынбаева және Құралай ханымдан кейін тағы неше түрлі біздің қазақ психологтарымыз, коучтарымыз, мотиваторларымыз шығып бастады. Сол кезде мен осы сабақтарды алып бастадым. Инстаграмда тікелей эфирді жібермей қарап отыратынмын, тыңдап отыратынмын. Сол тікелей эфирдің өзінен мен көптеген жақсы бір ақпараттар алып, соны жазып алып, қазір сол дәптерлерім әлі менде бар. Соны көрсеткім келіп отыр. Сол 2018 жылы бастаған, мінекей менің ең алғашқы бастаған барахолкіде, осыны барахолкіге барып, арнайы осыны алып, сол кезде бастаған болатынмын. Енді менің балаларым тастапты кішкене. Міне, мен осы ең бірінші жазған екен мына жерде 2018 жылы 1 сентябрьде жазылып тұр, 1 қыркүйек. Сол кезде мен осыны бастадым. Ең бірінші жазғаным мен өте баймын, Аллаға шүкір, мен өте әдемімін, мен өте бақыттымын, менде бәрі бар. Аллаға мың рахмет, әлеміме рахмет, әлемдегі ең керемет жан менің жарым деп жазған екенмін. Әрі қарай өзімнің армандарымды жазыппын. Мына жерде енді сол кезде бірінші жазған армандарым болған. Ол кезде біз енді квартирада тұратынбыз. Квартирада ол кезде бізде барлық жағдай жасалмаған. Квартираның ішінде кәдімгі жер үй болғандықтан, времянка болғандықтан ол кезде туалет, душ, ванна деген жоқ ішінде. Арнайы баняға барып, қыстың айында солай жуынатынбыз. Сол кезде мен солай жазыппын. Таза, қыста жылы болатын, ішінде душ, туалет бар, квартираға көшкім келеді деп жазған екенмін. Сол кезде басқа квартираға көшкіміз келіп жүрген, соны жазған екенмін. Қай жерден квартира тапқым келеді, сол жердегінің барлығын жазыппын. Мойнымдағы барлық қарыздарымнан құтылғым келеді, ақшалай қарыздарым, кредиттерімнен құтылғым келеді деп жазған екенмін. Одан кейін де өзімнің армандарымды жазыппын. Анашым ауырмасын деп осының бәрін жазған екенмін. Мен осы дәптердің бәрін толтырдым. Ең қызығы, мен ол кезде түрк салонында жұмыс жасаймын, түріктермен бірге жұмыс жасаймын, түрікшемді үйреніп алғам. Неге екенін білмеймін, осы Түркияға көшіп кетуді армандайтынмын. Түркияға, оның ішіне осы Стамбулға көшіп кетуді армандайтынмын. Сол жерде теңіздің жағасында 2 этажды виллам болады. Балаларыммен, күйеуіммен ол кезде күйеуге шықпағанмын. Күйеуімнен ажырасқанмын, күйеуге шықпағанмын. Күйеуім балаларыммен сол виллада теңіз жағасында бақытты өмір сүремін деп жазған екенмін. Негізінде бізге айтады, қатты
жетүү мүмкүн эмес дәрежеде армандарыңызды жазбаңыздар деп. Бирок мен неге экенин билбейм. Сол кезде жетүү мүмкүн болмаса да сондай квартирада отуруп мен осы арманды жазган экенмин. 2018 жылы 1 сентябрда жазган болсам, 2019 жылы мен өзүм жумустан чыгып кетип, одан кийин мен колумда акча да болгон жок сол Стамбулга келүү үчүн билетке. Мен Каспий банкке бардым да 100 000 теңге сол жерден кредитке акча алып, кредитке 96 000 теңгеге билет алдым. Тек гана баруу билети, кайтуу билетин алган жокмун. Солай мен эң алгач осы Стамбулга келген болатмын. Солай 1-2 ай жумуш жасап жүрүп, аяк астынан қазір күйөөмөн таанышып деген сыяктуу бул акбараттарды мен алдыңкы видеоларда айткам. Енді мынау армандар жазганым жайлы айткандан кийин бул да енді қазір кошумча айтып жатканым. Солай күйөөмөн таанышып, 1-2 айдын ичинде мен сол күйөөгө шыккан болатмын, турмушка шыккан болатмын. Енді кызыгы мен 2 этажды вилла деп жаздым ғой. Ал қазір биздин үйүбүз экинчи, кәдимги домдун экинчи этажында турабыз. Сонда 2 деген гана орундалган экен да. Вилла эмес, кәдимги домдун экинчи этажында турабыз. Бирок теңизге жакын 10 мүнөт жаяу жүрүп теңизге бара алабыз. Міне осындай жазгандарымыздын да орундалатынын сол кезде мен көзүм жеткен. Сонда канча 4, 5, 6, 7 айдын ичинде гана орундалып кетти мен. Макпал Каратайдын сабактарына катышып баштадым. Мага унап баштады. Армандарым жазган сайын орундалып жатыр. Ол мага унап, башка да сабактарга катыштым. Күйөөгө шыккандан кийин жана карыздарымдан күйөөм өзү баардык карыздарымды, кредиттеримди сразу жауып тастады. Өйткөнү мен сол карыз кредиттеримден тез арада оңай әрі жеңил түрдө кутулгум келет деп жазган болатынмын сол 2018 жылы. Алланын каалауымен оңай әрі жеңил түрдө күйөөм өзү карыздарым бар дегенден кийин канча деди, осунча. Солай маған долларлай Казакстанга акча жиберип, сол жерде менин бауырларым сол менин карызымды жапкан болатын. Одан кийин жана айткандай Макпал Каратайдын сабагына катыштым. Ол жерде молчулук деген сабактары болду, армандар жазуу, алгыс айтуу сабактары болду. Сонун баарын булжутпай орундайтынмын сабактарды. Үй тапсырмаларын баарын булжутпай орундайтынмын. Бунун бир айта кететін жери дисциплина болуу керек. Ол кезде менде өтө керемет бир жакшы, мыкты бир ички стерженим болду, дисциплина болду. Осы арманга жетүү деген менде бир талпыныс, кулчунуш болду. Азыр енді сол кездегі мендегі сол дисциплина, сол кулчунуш жок, өтө бир 5% калган чыгар. Ол кезде менде 80-90% болатын. Азыр енді сол зона комфортка кирип кеттим ба, сол кулчунуш азайып бара жатыр. Соны колго алып жатырмын кайтадан бурунку кулчунушумду кайтаруу үчүн. Солай сабактарга катышып, алгыс жазуу деп күнүнө 33 алгыс жазуу керек деп сону жазып, 30 рет аффирмация жазатын менин өмүрүм керемет ажайыптарга толуу деген сону эринбей таңертең туруп 33 рет алгыс айтамын. Айналамдагы жегениме дейин, ичкениме дейин, осы сууду ичүүмө көмөктескен осы стаканга рахмет айтамын. Үйүмдө таза мөлдүрөп турган суу үчүн рахмет айтамын. Үйүмдөгү жыйказдарыма, ол кезде менин үйүмдөгү жыйказдар күйөөгө чыккан кезде эскилүү болатын. Сол эски жыйказдарыма рахмет айтамын. Сосын көлөгүмүзгө рахмет айтамын деп, ол көлөгүмүздө эски көлөк болатын күйөөмдүн. Кийин Алланын каалоо менен 1-2 жылдан кийин ол көлөгүмдү сатып, ордуна өзүмүздүн каалаган, армандап жүргөн Nissan Qashqai деген көлөгүмдү алган болатын. Ол да бир кызык, ол енді бөлек аңгеме. Гажайып деген осы. Сондуктан да осунун баардыгын негизи дурус орундасаң, ол армандар орундалат. Әрине бунун эң жогорусунда Алланын каалабы, Алла бизге насип этиптир. Бирок Алла бизге насип этсе гана болот, насип этпесе болбойт деп кол коосуруп отурууга болбойт. Ону да Алла эмгек этсең гана берем, сурасаң гана берем дейт го. Сондуктан да эмгек этүүбүз керек, колубуздан келгенге дейин жазуумуз керек, сурооубуз керек, армандарыбызды жазып, сурап, дуга этип, өзүбүз да былай ауызча Алладан сурап, сонун баардыгын бир жерге жыйнаган кезде сол армандарыбыз оңой әрі жеңил түрдө орундалат экен. Мен буга көзүм жетти. Бул эми өтүрүк эмес, эч кандай обман эмес, өтүрүк эмес. Бул өзүмдүн өмүрүмдөгү бул тажрыйбе. Әлиге дейин мен айналысып келемин. Әлде менин Алла кааласа көп армандарым бар, өзүм жайлы.
отбасым жайлы, балаларым жайлы деген сияқты армандарым өте көп. Әлі де жұмыс жасап келемін. Сондықтан да сіздерге айтарым, осындай дәптер, ручка, осындай блокнот арнап армандарыңызды міндетті түрде жазыңыздар. Енді жаңағыдай арман жазған кезде космосқа ұшқым келеді деген емес, өзіңіздің осы жақын арада орындалады-ау деген армандарды жайлап жазып бастау керек. Негізі мен олай емес, мен үлкен арманды жазып кеттім, бірақ Алланың қалауымен соның өзі орындалып кетті. Сондықтан да енді әркім өзі біледі, әркімнің өзі. Мен сол кезде, сол арман жазған кезде неге екенін білмеймін, мүмкін мен оны сездім. Арманымның орындалатынын мүмкін мен сездім. Өйткені армандаған кезде адамның өзі де сезу керек соны. Іштей соны сезу керек. Іштей соны адамда жаңағы 5 сезім мүшесі дейді ғой, көз арқылы, көзімді жұмып отырып мен визуализация жасайтынмын, аузыммен айтатынмын армандарымды. Соның барлығын біріктіріп отырып осындай қиялға берілу керек та. Ол енді күнә емес, қиялға беріліп армандардың, мысалға осы жаңағы үй, осы 2 этажды үй армандап жүрген болсаңыз, сол үйді елестетіп көзіңізді жұмып 5 минут болса да күнделікті таңертең кешке осыны қиялдау керек. Көзіңізді жұмып, қай жерден сол үй алғыңыз келеді, сол жерден сол үйді алғансыз, алған кезде қандай сезімдесіз, ішіне кіріп сол үйді аралап жүрсіз. Осы үйді мен армандаймын, шынымен қазір осы үйді алдым ба, ақшасын төледім ба, шынымен деп, соны сол кездегі сезімді уже сезінуіңіз керек та. Сол кезде сіздің арманыңызға бір қадам жақындайтын боласыз. Ал жай ғана жазып қойып, жаңағыдай оны ойламай, ештеңе етпей, тек қана жазып қоя берсеңіз, ол орындалуы да мүмкін енді. Ешқандай арман орындалмайды, или орындалады деп мен ештеңе айта алмаймын, оның бәрібір Алланың қалауымен. Бірақ орындалуы ұзын болып кетуі мүмкін. Сондықтан да сіз сол процесті тездету үшін әртүрлі жолмен болса да қиялдап, жазып, армандап, ауызбен айтып, аффирмация айтып, оны тез орындалуына өзіңіз үлес қосуыңыз керек. Бұның барлығы еңбек, кәдімгі таңертең 9-да жұмысқа барып, кешкі 6-да жұмысқа қатасыздар ғой. Ол үшін сіздерге ақша төлейді жұмыс. Сол сияқты сіздер бірдеңені алатын кезде еңбек етулеріңіз керек та. Жай ғана жатып алып, мен армандап жатырмын, маған неге арманым орындалмай жатыр деген дұрыс емес. Еңбек ету керек, қолдан келгенше. Осы күнге дейінгі толтырған дәптерлерімнің барлығы дәптер, блокноттар. Осының бәрінде неше түрлі арман бар. Орындалғаны қанша, әлі орындалмағанда бар. Алланың қалауымен осының бәрі орындалады деген мен сенімдемін. Егер осы жерде жазған, осы дәптер, блокноттағы жазған дүниелер әлі орындалмаған болса, ол да бір хайыр. Демек, ол арманнан маған бір хайыр келмейді деген сөз. Алла бәрін білуші, Алла бәрін білуші, бізден жақсы біледі. Неге осының үшін барлығы неше түрлі арман. Мына жерде мен қолыма түскен блокноттарды ешқандай тастамаймын. Мына кішкентай блокноттардың ішін толтырып тастағам. Мынандай блокноттарды қолыма түскен қағаз блокноттарға жаза берем. Әртүрлі арман, кейде осыны ашып қараймын, бет 4-5 жыл жазған арман, өзім күлем. Мен ішінде орындалған бар, орындалмаған бар. Содан кейін мына жерде мен Түркияға келмей жатып, ағылшын курсына қатысқанмын. Сол жерде арнаған дәптерім жартысына дейін ғана осы мені ағылшын курсына барып, жартысы қалып қойған, сол бос қалып қоймасын деп, осы жерге де неше түрлі армандарды жазып жатқан жайым бар. Мынандай нәрселерді тастамаймын мен, өзім жазған жақсы көргендіктен, күйеуім жұмыста осындай көп дегенсін мен алып келіңіз деп, осыны күйеуімнен алдыртып, осыған дейін мен жазамын, тастамаймын ешқайсысын. Мен өзім ручка, дәптер дегенді өте жақсы көрем, жазған жақсы көрем. Осындай ручкалардың коллекциясын жинағанды жақсы көрем. Мынау бізге Эйр Астанадан береді. Біз енді 2 баламен ұшып барып келеміз ғой. Жылда мамама 4 күні барып келеміз. Сол кезде біз бара жатырып та осындай 3 ручка береді. Енді жаңа сыйлықтардың ішіне қайтып жатқанда да 3 ручка, бізде осындай 6 ручка. Бұдан басқа да өзімнің ручкаларым көп. Мен коллекция жинағанды өте жақсы көремін. Бұның барлығын мен жазып бітіремін. Содан кейін жаңа қиял дедік қой, мінекей менің баламның қиялы, 6 жастағы баламның қиялы мынау, кәдімгі MacBook. Apple-дің MacBook. Мен балам өзі осыны неден көріп, осылай сызып, мінекей осылай ашылады менің MacBook-ым, компьютерім деп мінекей. Неше түрлі нелер, клавиатурасы,
мына жерде YouTube бар дейді, Google бар дейді, ойындар бар екен. Мына жерде мінекей мышкасы компьютерді солай ашылып жабылу деген сияқты. Осыны балам мен үйретпей ақ өзі қиялында осыны сызған. Мінекей осы кішкентай балдардан үйренуіміз керек, біз қиялдауды, армандауды. Енді папасы кеше жақында осы таблет алып берді. Таблет деген енді түркше таблет дейді, біз планшет деп айтамыз, иә. Планшет енді мынандай Apple-дың MacBook болмаса да, бірақ осыған жақын, осы ішіндегі барлығы клавиатурасы бар. Осындай планшет папасы алып берді, иә. Мінекей көрдіңіздер ме? Баланың өзі қиялдап сызғаны орындалып жатыр. Бұйырса, Алла қаласа әлі MacBook та болады. Бірақ оған әлі жасы кішкентай, сондықтан үлкейген кезде MacBook та болады. Ол үлкейгенге дейін MacBook-тың да одан әдемісі болатын шығар. Сондықтан да баладан да үйрену керек, армандауды, қиялдауды. Осылай. Осыны айтқым келді. Мынаның барлығы мінекей осы арманда жазылған дәптерлер. Мынау менің ең алғашқы. Мынаны ешқашан тастамаймын. Бұның ішінде аффирмациялар да бар, неше түрлі армандар да бар. Осы армандар ашып, кейде орындалмаған армандарды қайтадан ашып, оқып, аузымен айтып отырамын. Сол армандарым тағы тезірек орындалсын деп. Солай. Мен орындалған армандар өте көп. Алланың қалауымен, Аллаға шүкір. Оның барлығын қазір айтып отырмай қояйын, бірақ өзім армандаған, өзім жете алмай жүрген армандарыма, қиялдарыма Алланың қалауымен ол барлығына жетіп жатырмын. Екеуіме өткенде осында YouTube үшін осы камера алу маған арман болып жүрген. Осы камераны күйеуіме айттым, бір ауыз айттым, болды. Түнде кешке айттым күйеуіме, түнде күйеуім интернеттен заказ берді. 2-3 күннен кейін қолыма осындай келді камера. Қазір мен өзім телефоныма түсіріп отырмын видеоны. Көрдіңіздер ме? Адам потокқа кірген кезде, позитивті энергияда болған кезде адамдардың арманы да тез орындалады. Мен бұны бұрын психологтар айтып отырған кезде онша түсінбей, иә деп отырушы едім. Ал қазір өзім енді 8 жыл болды ғой, осыны оқып, зерттеп жүргеніме. 8 жылдан бері шынымен де мен бірдеңе алғым келеді деп айтсам, немесе соны Инстаграмға салсам, енді маған біреу соны алып берсін деген мақсатта емес, жай ғана осы кітаптарды алғым келіп жүр деп мен сторисқа салам. Мен сторисқа неше түрлі заттар саламыз ғой енді. Соны менің өзімнің сыныптас қызым типографияда жұмыс жасайды. Сол маған өзі тегін, ешқандай да ақша керегі жоқ деп сол кітаптарды әкеліп берді. Оның қасына тағы 4-5 кітап қосып берді. Ең керемет қазір оқуға тиіс деген кітаптар. Ол қазақ тілінде. Міне көрдіңіздер ме? Сондықтан да энергиямызды тазартуымыз керек, позитивті энергияны көбірек қосу керек. Жаман, негативті ойламай, позитивті ойлаған кезде біздің армандарымыздың орындалуы тез болады екен. Осының армандар картасы деген бар. Енді армандар картасын өтірік айтпай ақ қояйын, мен жасаған жоқпын. Оны да жасап көруге болатын шығар, бірақ мен әлі жасаған жоқпын армандар картасын. Сондықтан да менің дәл қазір істеп жүрген, айналысып жүргенім осы. Сіздерге де пайдалы болсын деп. Енді мен детально барлығын көрсеткен жоқпын. Не жазу керек, не істеу керек, оны енді өздеріңіз YouTube-тан Айнұр Тұрсынбаева деп жазсаңыздар, Мақпал Қаратай деп жазсаңыздар, шығады. Ескі видеолар шығады, қазіргі өтіп жатқан сабақтарының видеолар бар, олар да шығады. Квантовый скачок деген бар, соның барлығы осы айналып келгенде психологияға келеді ғой. Соны ашып қараңыздар, көріңіздер, жазуды қолға алыңыздар. Өйткені шынымен де жазу деген егер армандарымыз басымыздың ішінде кезде, миымыздың ішінде кезде, ол тез ұмытылып кетеді. Енді мида неше түрлі ойлар болады ғой. Бала-шаға дейміз, күйеу дейміз, отбасы дейміз, ене, ата дейді, өзінің төркінің, өзінің неше түрлі армандары бар деген сияқты. Сондықтан да мидағы ол өзіңнің жүрегіңнің қалауы кейде ұмытылып кетуі мүмкін. Қағазға түсірген кезде ол орындалуы тез болады. Бағана айтқандай процесс тезделеді. Сол үшін де жазуды қолға алыңыздар. Егер осы видеоны сіздерге бір кішкене болса да пайдасы тисе, мен өте қуаныштымын. Видеоның соңына келген болсаңыздар, соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып, жазылмаған болсаңыздар, менің арнама жазылып қойыңыздар. Кейде осындай шабытым келген кезде сіздерге осындай пайдалы видео түсіруге қолымнан келгенше әрекет етемін.
Осы жерге дейін мені қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет айтамын. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.